Үш топқа бөлінді. Қыпшақ хандығы, Найман хандығы және Керей хандығы болып үш топқа бөлінді. Енді топқа біз сандар арқылы бөліндік. Бір, екі. Көңіл күйлері қандай балалар? Көңіл сандар. Енді үй тапсырмасы бойынша серпілген сауал әдісі арқылы сұрақ-жауап әдісімен есімдердің үй тапсырмаларын сұраймыз. Бірінші, Қыпшақ этнонимі қай ғасырда кездесті? 8-ші ғасырда. Қыпшақтар Қимақ мемлекетінің қай қағанатын құрды? Қимақ қағанаты қай ғасырда құлады? Келесі, Алтайдан Дунайға дейінгі аймақ қалай аталады? Дешті Қыпшақ деп аталады. Дешті Қыпшақ қанша бірлестікке бөлінді? Батыс шығыс. Екі бөлікке бөлінді. Келесі, Батыс Қыпшақ бірлесіп қай аумақты иеленді? Еді ме Дунай? Дұрыс. Келесі, Қыпшақ хандығы қай ғасыр аралығын қамтиды? 11-13. Келесі, Қыпшақ хандығы қанша қағанатқа бөлінді? 2. Оң сол. Отыра. Оң қанаттың астанасы? Сарайшық. Сол қанаттың астанасы? Дұрыс, жақсы. Найман Керей тәуелсіздікті қай жылы алды? 1925. Дұрыс, отыра. Келесі сұрақ, Керей мемлекеті қай жерде иеленді? Керей мемлекеті қай жерде иеленді? Дұрыс, өте жақсы. Керей мемлекетін басқарған хан? Дұрыс, жақсы. Туанга Камбини Қыпшақтар туралы не айтты? Олар әрі қара асыра және олар жылқыға өте бай болған. Түйенің төрт-төрін өзі асыраған, қойдыда ешкімде барлық төрт-төрттің барлығын асыраған. Дұрыс, өте жақсы. Ал енді балалар қазір есімдерден қалыптастырушы бағалау алаңын, осы қалыптастырушы бағалауды кесте толтырасына қарастырып. Қалыптастырушы бағалау. Болдық па, балалар? Болдық. Ал енді балалар, осы кесте бойынша біріншісін Қыпшақ хандығы қайсысын айтасыңдар? Ал айтыңдар. Қыпшақ хандығы 9-шы және 11-ші ғасырларда қазіргі қазақ жерінде өмір сүрген мемлекеттік бірлесті. Қарахан мемлекеті ыдырағаннан кейін әскери саяси билік Қыпшақ ақсүйектерінің қолына көшкен. Жалған. Келесі. Екіншісін оқи ғой. Әскери әкімшілік жағынан Қыпшақ хандығы оң және сол қанат бөлінді. Оң қағанат ордасы Еділ өзен бойында, Ақтоба қаласы болса, оң сол қағанаттың орталық Сырдария бойында Сауран қаласында орналасқан. Жалған. Оқи ғой. Қыпшақ қоғамы әлеуметтік және социалдық жағынан тең болған жоқ. Негізі тексіздік малға жеке меншік еді. Жылқы басты байлық саналды. Жалған. Бұл жалған. Келесі. Қыпшақ қоғамы ұлы князь, бояр деген ақсүйектер енген қатал иерархиялық жүйеден тұрған. Бұл жалған. Дұрыс па балалар? Бесіншісі жалған деп тұр. Жоқ. Қыпшақ мемлекетінде қарапайым адамдарды ерлер деп атады.
бастады. Олар заң жүзінде ерікті болғанымен іс жүзінде үстем таң өкілдеріне тәуелді болды. Барлық кедейлер жатақтар деп аталып, олар ханның немесе үстем таң өкілдерінің тәуелдігіне түскен. Бұл өте дұрыс. Ұсақ қоғамның төменгі тобында малы аз шаруалар мен құлдар болды. Құлға қолға түскен тұтқындар айналдырылып, олардың ешқандай құқы болмаған. Құлдар Орта Азия шығыс елдеріне құлдыққа сатылып отырған. Дұрыс, дұрыс па жауап алар? Бәрі дұрыс. Келесі? 965 жылы Қыпшақ ханы мен Киев князы Святославтың арасында қазақтарға қарсы бағытталған әскери одақ жасалды. Мұның нәтижесінде қазақ қағанаты талқандалды. Бұл жалған. Жалған. Дұрыс па? Дұрыс. Ал 11 ғасырдың орта кезінен бастап Қыпшақтар қазіргі Волгадан еділден батысқа қарай жылжыды. Олардың территориясы Шығыс Еуропа елдерімен, орыс князьдіктерімен, Византиямен, Венгриямен шектесті. Бұл ақпарат дұрыс. Дұрыс, жақсы. Өте жақсы, тамаша, барлығымыз түгел естедік, жауап бердік. Енді келесі тапсырма балалар, біз сәйкестігін тестеп, енді топпен жұмыс жасаймыз балалар. Ортаға бәріміз топпен жұмыс жасаймыз. Қай топ бірінші жіберді, тезірек қимылдайды. Топпен жұмыс жасаймыз барлығымыз. Ортаға қойыңдар, ортаға қойып. Алдыңға. Мұсақ қаған. Аға төртіншісі болады, аға Отырамыз. Енді осы берген тапсырманы тексеріп шығайға. Бірінші керей тобынан бастаймыз. Бірінші сұрағын оқи ғой. Оғыз билеушісі хазарларға қарсы Киев князімен әскери одақ құрды. Дұрыс па балалар? 965 жыл деп. Дұрыс, өте жақсы. Отыра ғой. Келесі екінші. Қайсысын оқисыңдар? Екінші. Хорезм жақтары мемлекеттің билеушісі мен наймандардың соғысынан Қарахан мемлекеті құрылды 1208 жылы. Дұрыс, өте жақсы, тамаша. Келесі үшінші. Моңғолдарға қарсы түркі тілдес тайпалар өткізілген құрылтай. 1200 жылы. Дұрыс. Дұрыс па? Иә. Отыра ғой. Келесі оқы. Хорезм жақтар мемлекетінің билеушілері мен наймандардың соғысынан Қарахан мемлекеті құлады. 1212. Келесі үшінші. Айтам. Қарахан мемлекеттің негізін қалаған Сатық Боғра хан. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі. Исламды қарахандықтардың мемлекеттің діні етіп жариялады. Күшіл хан. Мұса хан. Жақсы. Дұрыс па балалар? Келесі. Наймандар билеушісі Шыңғыс ханнан жеңіліс тапты, Күшіл хан. Дұрыс, жақсы. Келесі. Жетісуда Қарақытайлар мемлекетін құрды. Елюдаш. Дұрыс па балалар? Дұрыс, жақсы. Өте тамаша. Топ басшысы өздерің бағалап отырыңдар. Топты.
Балалар бәрімізге қараймыз. Тақтаға қараймыз да, Әлішер Сиражиевтің өлеңіндегі араласқан тіркестерді ұйқастырыңдар дейді. Оқып шығамыз ішімізден, оқи ғой. Қажеттілік пен бізді дәстүр мен тілді қамау, этникалық топтар мен дәстүрлер аймақшылығы. Бейбітшілік тұтастары. Осы жерде араласқан тіркестерді ұйқастырыңдар. Ал, оқи ғой. Әдептілік пен дінді, дәстүр мен тілді тану, этникалық топтар мен дәстүрлер бірге бола алады. Дұрыс, келесі. Азия мен Еуропа халықтары бейбітшілік бұтақтары. Дұрыс. Олардың тағдыры бір ұлы жібек жолында. Дұрыс. Өте жақсы. Балалар, міне Әлішер Сиражиевтің өлеңіндегі әдептілік пен дінді, дәстүр мен тілді тану, этникалық топтар мен дәстүрлер бірге бола алды. Азия мен Еуропа халықтары бейбітшілік бұтақтары, олардың тағдыры бір ұлы жібек жолында деген өлең жолмен біз бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы ұлы жібек жолы. Енді кішкене меселерге қазір ұлы жібек жолы мағлұмат беріп өтейін. Ұлы жібек жолының қалыптасу тақырыбымыз. Ұлы жібек жолының басталуы, тауарлар, ұлы жібек жолындағы сауда, ұлы жібек жолындағы қалалар. Бұл ұлы жібек жолы халықаралық сауда жолы. БЗБ 3-2 мыңжылдықтар аралығын қамтиды. Яғни Шығыс Түркістаннан Иран, Сирия, Мысыр жерлеріне, Қытай жерлеріне, Сирияға дейінгі аралықта лазурит, иврит тастарды естейді, тасымалдайды. Енді ұлы жібек жолы негізгі, яғни тауар жібек. Ұлы жібек жолы шығыс пен батысты байланыстыратын жол. Жібек жолының басы Қытайдың жеріндегі Хуанхэ өзені аңғарындағы аймақтан басталады. 1877 жылы немістің географы Фердинанд фон Рихтер-Гофен қалыптастырған осы жаңағы ұлы жібек жолының. Енді өздерің білесіздер балалар, біз ұлы жібек жолының бұл тарихи атауы лазурит жолы, нефрит жолы, дала жолы деп аталады. Өткенде өздерің білесіздер, елбасымыз осы ұлы даланың жеті қыры деген мақаласында 6-шы қырында ұлы жібек жолы туралы мағлұмат берген болатын. Бұл ұлы жібек жолы, яғни мәдениетті, сауданы қалыптастыратын, ынтымақтастықты күшейтетін жол деп айтып өткен болатын. Енді осы ұлы жібек жолы, балалар көріп отырсыңдар, даму тарихына тоқталатын болса, ұлы жібек жолы батыс пен шығысты, яғни арасындағы ежелгі орта ғасырлық жол. БЗ-ды 2-ші ғасырдан ортасынан бастау алады. Негізі қарым-қатынасқа ие болған осы БЗ-ды 2-ші ғасырдың ортасы. Яғни 14-ші ғасырға дейін өмір сүреді ұлы жібек жолы. Неге тоқтады? 15-ші ғасырда ұлы жібек жолы тоқтап қалды балар. Себебі теңіз сауда жолы не қылды? Ашылды. Теңіз сауда жолының ашылуына байланысты ұлы жібек жолы өмір сүрді. Тоқтатты. Евразия тарихында маңызды орын алғандықтан кейін оған ұлы деген сөз не болды? Қосылды. Жібек жолының картасы, мінекей балалар, одан кейін ұлы жібек жолы біз жаңа айтып кеттік, Шығыс Түркістаннан бастау алып тұр. Ұлы жібек жолында шежірелер, саудагерлер, қалалықтар, археологтар, тарихшылар жұмыс жасады. Сонымен қатар ұлы жібек жолының бір тармағы бойында орналасқан ежелгі керуен сарайының бірі Білеулі деген. Ол бүгінгі Бейнеу ауданында Өзбекстанмен шектесетін шекарасында тұрған тарихи жәдігерлік. Керуен сарай ай қақпасының ені 8, биіктігі 10 метр. Мінекей Бейнеудің. Бағана айтып кеттік, жібек матасының рөлі. Жібек матасы сауда жолындағы алтынмен бірге халықаралық валюта міндетін атқарған. Сонымен қатар жібек маталар кәдімгі жалдамалы әскерге не ретінде береді? Жалақы ретінде, яғни немесе мемлекеттік қарыздарды өтеуге жұмсалады екен жібек матасы. Немен халықаралық валюта. Енді осы жібек жолы арқылы алып өткен жаңағы заттар.
көрдіңдер ма? Саудамен тауарлар, яғни дәмдеуіш, шөп, асыл тұқым, сәйгүлік, жеміс, көкөніс, жібек мата, шыны ыдыстар, айна, зергерлік бұйымдар, кілем, ыдыс, мына осының барлығын осы Ұлы Жібек жолынан естеді алып жаңаға бөлді. Ұлы Жібек жолы арқылы сауда жасаған мемлекеттер міне Рим, Франция, Византия, Русь, Иран, Үндістан. Қалалары Тарас, Құлан, Аспара, Алматы, Қойлық, Түркістан, Отырар, Суяр, Сауран, Испитчар, Тарас қалалары. Жібек жолындағы қалалар. Қазір бар ма балалар осы қалалардың ішінде қайсысы бар қазір? Құлан, Түркістан, Алматы, Отырар, Тарас қалаларының. Қазір кезде осы қалалар ары қарай даму жолында. Мінекей жаңағы айтып өткен жібек жолындағы қалалар күн картасы. Осы арқылы жаңағы Ұлы Жібек жолы қалалар. Мінекей балалар, Ұлы Жібек жолы туралы мен сендерге кішкене мәлімет беріп өттім. Енді 3 сұхбат қадам арқылы қазір мен сіздермен жаңағы әдісі арқылы оқулықтарыңызды ашыңыздар. Бірінші қадамда тақырыпты, яғни мәтінді оқып шығамыз. Түсіндер ғой, бірінші қадам бойынша. Түгел танысып шығамыз мәтінмен, бір жақындасып біріне. Балалар, екінші қадам енді біз жұпта талқылаймыз. Оқыған тақырыптан жұпта талқылаймыз. Үшінші қадам зерттеу сұрақтары. Енді осы жерде балалар диктор сайлап аласыздар. Содан кейін 2 сұрақ дайындарыңыздар. Сіздер бірінші Ұлы Жібек жолының басталуынан 2 сұрақ дайындап алыңыздар. Сіздер диктор сайлағаныңыздар да екінші товардан, товар тақырасынан 2 сұрақ дайындарыңыздар. 2 сұрақ тезірек жұмыс жасаймыз. Сіздер қала сауданы біріктіре отырып диктор сайлағаныңыздар, қала мен саудадан 2 сұрақ дайындаңыздар. Жұмыс істейміз. Сұрақтыңыздар. Парақтарыңыздар.
Болды ма? Қыпшақ тобының дикторы орнымызда тұрамыз. Енді біз дикторға Ұлы жібек жолы қай мыңжылдықта бастау алды? 3 және 2-ші мыңжылдықтардан бастау алды. Қытайлар өздерінің жерлеріне не өндірді? Олар өздерінің жеріне көптеген арпа, бидай, сол секілді, сәбіз секілді, көкөніс секілді заттарды екті. келесі керей тобы дикторларын тұра ғой. Алып сұрақты қоямыз. Орталық Азияға Қытайға жібек жолы нарықтағы бұйымдар қандай бұйымдар? Кілемдер, шапқыштар, төсеніштер. Дұрыс, жақсы. Екінші? Жібек жолында арабтар қандай аңдарын сатты? Өздерінің арабтардың тұқымды аттарын сатты. Осыдан кейін 9 қарлығаш деген секілді құстарды. Дұрыс па? Келесі Найман тобы диктор орнында тұрады. Алып сұрақ қоямыз. Есеевті көпестер жолға жалғыз емес, қарулы адамдармен шығады. Үлкен жібек жолындағы керуендер пайдасымен қоса, олардың зиян жақтары да көп болады. Ұлы жібек жолында болған қалалардың басты ерекшелігі. Ұлтаралық және дінаралық төзімділік және олардың салт-дәстүріне құрметпен қарау. Дұрыс па? Дұрыс. Жақсы балалар. Енді келесі тақтаға қарап тест. Жібек жолының басталатын аймағы. Қытай жеріндегі Хуанхэ өзенінің аңғарымен Отыра бар. Қытай елінен алғаш рет жібек атқан керуен батысқа қарай жолға шыққан ғасыр. Келесі. Жібек сауда жолы арқылы ерте кезден көп елге тараған қазіргі кезге дейін базарда сатылатын көкөністің түрі. Айта ғой. алма, Жібек өндіру дамытып Қытаймен бәсекеге түскен ел. қарсы болды. Дизайнда шеберлердің жасаған күміс құмыралар табылған қала. Тараз. Дұрыс па? Жоқ. Жібек жолы халықаралық қарым-қатынас жағынан дами бастаған кезеңі. 2-ші орта ғасыр. Ауыр жауап, Отыр. Келесі Қытай император У дейді. 138 жыл жібек жолы арқылы батыс елдерге жіберген елші қайтып оралып қанша жылдан кейін? Айта ғой. 13 жылдан кейін. Қытай император жібектен жасап әшекей киімдер сыйлық ретінде жіберді. Ұлы жібек жолы қатынасына әлсірей бастауына әсер еткен басты оқиға не? Теңіз жолының ашылуы. Жақсы. Зымыран сұрақтар әдісі арқылы мына жерде біраз сұрақтар тұр, 10 сұрақ тұр. Әр топта мына топ бірінші сұраққа жауап береміз. 2
2 ғасыр. Дұрыс, отыр. Так, екінші сұрақ. Жібек жолы неліктен ұлы деп аталу себебі неліктен? Өйткені олар Орта Азия халықтарына үлкен олардың тарихтарында үлкен орны болды. Сондықтан да оларға ұлы деген атау берілді. Келесі, жібек матасы қай елде өндірілді? Қытайда? Дұрыс. Келесі, ұлы жібек жолы Қазақстан қай бөліктерін басып өтті ата? Қай бөліктер? Түркістан, Тараз, Отырар, Қуат. Ұлы жібек жолының бойында жатқан қалаларды ата дейді. Жібек жолында қандай қалалар жатыр? Сұяп, Отырар. Аталсын шеша. Соңген Құлан. Отырып жақсы, жарайды. Орта ғасырлық қала неше бөліктен тұрды? 3 бөліктен. Дұрыс. Келесі, қаланың цитадель бөлігінде кімдер тұрды? Өткенсіз. Ақтектер. Қаланың Шахристан бөлігінде кімдер тұрды? Билер. Оқта әкімшіліктер орналасты. Дұрыс. Қаланың Рабат бөлігінде кімдер тұрды? Шаруалар. Отырып жақсы. Ал енді балалар, біз өзімізді өздерін бағаладыңдар, жұлдызша арқылы. Енді рефлексия нысаны арқылы бүгінгі сабаққа кері байланысып береміз. тарихи маңызына кішкене тоқталып өтейік. Түркі тілдес халықтардың отырықшылануы, сауданың қалалардың дамуы, елдер арасында экономикалық байланыстың дамуы, мәдени байланыс дамуы. Моңғол татар шапқыншылық қалалар арасында байланысты күйретті. Және 17 ғасырдан бастап теңіз жолының ашылуына байланысты өз маңызын Ұлы Жібек жолы не істеді? Жойды. Енді балалар үйге тақырыпты жазып алыңдар. Параграф 15 ашық тест жабық.